Барлықтарыңызға сәлем. Осы шақыру билетінің жасалу жолымен сіздермен қазір бөлісемін. Бұндай видеолар менің каналымда өте көп. Шақыру билеті деген плейлистке кірсеңіздер, бір-біріне ұқсамайтын көптеген жолдармен, фишкалармен бөлісетін видеоларым бар. Қарап көріңіздер каналыма кіріп. Ал қазір мен осындай дайын футаж жасадым өзім. Бұл футажға подложкалар қойдым, анимациясын беріп, барлығын өзімнің футаж етті каналыма салып қойдым. Сол жақтан алсаңыздар болады, доступ сатып алып. Доступтың ақысы 2000 теңге болады. Ал егер өздеріңіз жасай берсеңіздер де тоже болады. Өз фантазияларыңызға қаратай. Мен мына жақта осындай подложка алып келіп қойып, дайын фотолардың үстіне анимациясын беріп, эффектісін беріп жасадым. Аудиосына дейін қосып қойдым. Яғни бұл мендегі канал осындай футаж найски деп аталады. Видеолар бар, файл түрінде жіберілген, видео түрінде жіберілген. Өздеріңізге ұнаған видеоның үстін басасыздар да, мысалға қазір ғана мен алдында жасаған кезде қосып қойған. Вот осындай шаблонды. И үстіндегі шточканы басып, сохранить видео деп галереяларыңызға сақтап аласыздар. Содан кейін оны CapCut приложениесіне әкеліп қойып, арғаратай текстін барлығын жазып жасай бересіздер. Мына жерде мінекей мен добавить текст деп, осындай қыз ұзату деп жазып қойдым. И дальше арғаратай уже осындай видеолар сіздерде де болатын болады. Потом келесі добавить текст деп, құрметті жаңағы тойға шақырылатын кісілердің аты жөндерін, жаңағы дос жаран, ағайын туыс бауыр, құда жекжат дегендердің бәрін жазасыздар. Әкеліп осылай подложканың үстіне қойып, текстін таңдайсыздар. Егер де CapCutқа текст қоям десеңіздер, менің каналыма жазылған кезде сіздерге мен осындай папкамен тегін шрифттар беремін қазақша. Солар мысалы қазақша әріптер деген папка, үстін басы осылай шрифттарын барлығына келіп выбрать дейсіздер. Сол кезде вот CapCutқа мінеки 9 түрлі шрифт келіп қондырылды. Сол шрифттің ішінен ұнаған таңдап алып, мынаяқтан стиль дегеннен өздеріңізге ұнаған стиль таңдасаңыздар, немесе текстің цветін таңдап орналастырып осылай әкеп қоясыздар. Келесі текстіңізді енгізесіздер. Дәл осылай сіздер қимыл іс-әрекеттерді қайталайсыздар да, осылай жазасыздар. Потом мысалы мен жерден кардың дегенде қыздың атын басқаша шрифтпен, басқаша түспен енгізгім келді. Ол үшін солны керекті сөздің үстін изменить деген басасыздар да, үстін басып, екі рет бассаңыздар, осылай выделить етіп шығады. И сосын астындағы ақ дастарханға шақырамыз деп көрініп тұрған контур нені арбер жылтаста керекті текстіңіз белгілеп аласыз осылай. И астынан стилін таңдап, шрифтін таңдап, осылай өзгерсеңіздер, тек қана сол текст өзі жаңа выделить етіп алыңыздар ғой. Сол текстің өзі ғана өзгеретін болады CapCutта. Вот өздеріңізге ұнаған түспенен оқылатындай етіп жасайсыздар. Мен мына жерде қазір соңына қаратай видеоның барлығының түсін өзгертіп шығамын. Мысалы, текстің үстін басасыздар, потом мекен жайымыз дегенді екі рет басып выделять етіп аласыздар. И астынан бағанағы іңкәр дегенге белгілеген құсап, шрифттің түрін, түсін таңдап аласыздар. Мінеки мына жерде мен Schoolbooks деген шрифтті таңдадым. И осылай алып келіп, барлығын бір шрифтпен, бір стильмен дайындап, мына жаққа қайтадан добавить шрифт дегенді басып, келесі тексттарымызды енгіземіз. И барлығына анимация береміз тексттарға. Мына жақтан қарасаңыздар, вот деген жерде өте көп анимацияның түрлері бар. Өздеріңізге ұнаған анимацияны таңдайсыздар да, осылай қойып, астындағы пауза-нокпенен скоростың кішкене плавно шығатындай етіп, или ұзағынан шығатындай етіп, осылай 4 секунд, 5 секунд, 7 секунд дегендей қойсаңыздар болады, чтоб музыкамен бірдейлесіп келу үшін. Содан кейін өздеріңізге ұнаған таңдағаннан кейін мынау птичканы, жоғары жақтағы тұрған птичканы басып сақтап аласыздар. Вот солай осы бір анимацияны таңдап, и барлығына да сол анимацияны қойсаңыздар өте жақсы. Потом ортадағы сықты басып, и микс десеңіздер, бір слайдтан келесі слайдқа өтетін движение пайда болады. Яғни енді бұл мен барлығын дайындап қойғанмын. Бағанағы айтқанымдай футажы каналымда бұл шаблон бар.
астындағы добавить аудио дегенді басасыздар да, сіздер неден өздеріңіздегі кез келген музыкадан немесе папкадан извлечено немесе мынандай с устройства деген бассаңыздар, из файлов деген, из библиотеки деген бар. Из файлов деп, импорт из файлов десеңіздер, егер сізде бұрын соңды болмаған менікі сияқты жаңа аккаунт болса, мына жақтан әкеліп загрузки деген жерден бағанағы гуглдан скачать етіп алған немесе басқа бір музыканы әкеп қойсаңыздар болады осылай. Қазір сосын арттағы фон менен фонға стиль беруді көрсетемін. Стиль деген кірсеңіздер, в тренде деген жерде 4 мимикамен жұмыс істейтін жер тұр, иә. Мысалы, мына жерде ямочки на щеках дегенді бассақ, ямочки на щеках. Мына жақтан создание болып жүреді. И қарасаңыздар, мінекей жаңа қызда улыбка пайда болды, күлкісі, тістері көрініп. Ал улыбка до ушей дегенді бассаңыздар, прям мінекей жымиып тұр дегенде. Яғни сіздер главный фотодағы героинямен ойнай аласыздар осылай бет әлпетімен. Покер фейсті бассаңыздар, мінекей ерні пухленький болып осындай сурет шықты, иә. Вот. Мен аяқтан Кореядан ұшқан күн деп тағы бір сурет алып келіп қойып, осылай анимациясын беріп енгіздім. Барлық видеомен осылай болды. Мына жақта мен аудионың дауысын өшіріп қойдым. Негізі музыка ойнап жатыр. И барлығын осылай әкеп қойғаннан кейін, жазып болып анимациясын бергеннен кейін бір тексеріп шығасыздар. Потом мына жақта музыканың соңы бітетін жерден қиясыздар ғой. Ең бірінші музыканың үстін басып белгілеп аласыздар да. Осындай ақ болып белгіленеді. Потом астына разделить кнопканы басасыздар. И қиылған жерінен осветление бассаңыздар, видеоның соңы музыка әлсіреп барып бітетін болады. Яғни осылай. Видео пайдалы болса, лайк басып каналға жазыла кетіңіздер. Соңына дейін менімен бірге болып көргендеріңізге үлкен көп рахмет. Осылай сақтап аламыз видеомызды дайын.